2019 жылдың 26 қараша күні Өскемен қаласында дін мен дәстүрдің тұтастығы зайырлы қоғам кепіл тақырыбында облыстық семинар-конференция болып өтті. Шығыс Қазақстан облысы дін істері басқармасы және облыстық дін мәселелерін зерттеу орталығының ұйымдастыруымен өткізіліп отырған бұл шараға республикаға танымал дінтанушы ғалымдармен қатар осы салада қызмет етіп жүрген теолог мамандар, түзету мекемелерінің қызметкерлері, ішкі саясат бөлімінің дін мәселелері бойынша мамандары, қала және аудан әкім аппаратының терроризмге қарсы комиссия қызметін қамтамасыз ету бөлімінің басшылары, сондай-ақ дінтану пәнінің мұғалімдері келіп қатысты. Дін істері басқармасы басшысының орынбасары Исабаев Асқар Мұратұлы кіріспе сөз сөйлеп, қатысушыларды конференцияның мақсатымен таныстырды. Конференцияға арнайы шақыртумен келген Қазақстан Республикасы Дінтанушылар Конгресі қоғамының бірлестігінің сарапшысы, философия ғылымдарының докторы, теолог исламтанушы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы ғұламалар кеңесінің мүшесі Исахан Мұқан Баймұратұлы зайырлылық мемлекет пен ұлт тұтастығының кепіл тақырыбында баяндама жасады. Бүгін Шығыс Қазақстан облысы дін істері басқармасы дін мәселелерін зерттеу орталығы дін мен дәстүрдің тұтастығы зайырлы қоғам кепіл атты семинар өткізіп жатыр. Бұл салт дәстүр біздің ұлтымыздың ұлықтайтын ең үлкен құндылықтардың бірі болып есептелінеді. Мына жат ағым діни өкілдері ұлтымыздың сандаған ғасырлар бойы ата-бабамыз ұстанған әдет-ғұрыптарымызды мансұқтап, оны жоққа шығаруда. Осыларға тосқауыл болу үшін осыларға қарсы біз өзіміздің салт дәстүріміздің хикметтерін, мән-мағынасын тұжырымдап жеткізу керекпіз. Дін саласында жемісті еңбек етіп, түйткілді мәселелерімен терең айналысып жүрген мамандар, атап айтқанда Шығыс Қазақстан облысы дін мәселелерін зерттеу орталығы ақпараттық түсіндіру бөлімінің басшысы Сабалақова Алуа Өкешқызының, оңалту бөлімінің меңгерушісі Айжан Мұратқызының, оңалту бөлімінің теологы Ернұр Болатбекұлының өз тәжірибелерімен бөлісуі көпшіліктің көңілінен шықты. Семинарға өз тәжірибесімен арнайы бөлісуге келген Түркістан облыстық дін мәселелерін зерттеу орталығының ақпараттық түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің маманы Саликбаев Қайрат Құралтайұлы, Түркістан облысы бойынша деструктивті діни ағымда жүргендермен адрестік жұмысты ұйымдастыру тақырыбында баяндама жасап, өз өңіріндегі атқарылған жұмыстардың ерекшелігіне терең тоқталды. Дәстүр мен діннің сабақтастығы неден бастау болады? Отбасы құндылығынан бастау керек. Яғни әке мен анадан бастау керек. Әке мен ананың тәрбиесінен шыққан балалардың ұлттық құндылықтары қатты дамыту мақсатында. Ұлттық құндылықты дамытудың бірден бір кепілі бұл отбасы құндылығы. Яғни отбасынан бастау керек бірінші тұтастық. Сонда ғана басқа түрлі ағымға кеткен бауырларымыздың бала шағаларын тәрбиелеу арқылы құндылығымызды жоғалтпау керекпіз. Семинар, который сегодня проходит при участии представителей госорганов, а также общественных объединений, которые проводят большую работу в части профилактики религиозного экстремизма. У нас очень хорошую работу проводят наши теологи, психологи, специалисты в сфере религии, большую плодотворную работу. Семинар-конференция барысында қатысушылар өзара пікір алмасып, дін мәселелерінің түйткілді тақырыптарына ұсыныстар жасап, алдағы атқарылатын жоспарларға бірқатар ескертулер енгізді.